Толқын, тоқташы. Тым болмаса бір ауыз сөз айтшы. Не дейін? Сен мұның бәрі өтірік екенін түсініп тұрсың ғой. Сен де мен сияқты оған сенбейсің, солай ма? Мен неге саған сенуім керек? Өйткені мен оған саусағымды шында тигізген жоқпын. Ол менің балам емес. Соңынан қалмай жүгіріп жүрген өзі. Бар ойы мақсаты маған тұрмысқа шығу. Ендігі тапқан айласының түрін қарасаңшы. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Оны тексеру 5 минуттық жұмыс. Біреуді әкесісің деп бекерден бекер кінәлайтын ақымақ емес шығар. Толқын, мен сені сүйем. Маған керегі сен ғана. Ол менің балам болған күнде Жетер енді, Әли. Баланың еш жазығы жоқ. Қайткен күнде де ол жетім қалмау керек. Маған сенбей тұрған өкінішті. Көп ұзамай көзің жетеді. Сол кезде аяғыңа жығылып кешірім сұраймын. Ал қазір маған өкпелеуің орынсыз. Өзің айтпақшы, бәріне көзім жеткен күнге дейін мынау сенде болсын. Мен кедергі болғым келмейді. Раушанға не саған жаным ашығаннан емес. Тағы да айтам, баланың еш жазығы жоқ. Алмайым. Сенде болсын. Толқын, сен мендіксің. Маған деген сеніміңді жоғалтсаң да, менің сезімімді есіңе салып тұрсың.